Сәлеметсіздер ме балалар? Алматсыз ба? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Ашық сабағымызға. Бүгін біздің ашық сабағымыздың тақырыбы уақыт алтыннан қымбат. Өте керемет тақырып балалар. Яғни уақыт алтыннан қымбат дегеніміздің өзі біз әрбір уақытымызды тиімді пайдалану керек екендігіне, біздің уақытымыздың алтыннан қымбат екендігін білдіреді, иә? Тамаша тақырып. Енді біз сабақтың мақсаты балалар әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі хабарландыру, көтерілген мәселені түсіндіру біздің бірінші мақсатымыз. Екінші мақсатымыз балалар біздің жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хабарландыру, құрастырып жазу. Мен сіздерге сенемін, біз мақсатқа сай жұмыс жасаймыз. Келесі бағалау критерийін айтып өтейін балалар. Бағалау критерийі бойынша әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі көтерілген мәселені түсіндіреді. Екінші жаңағы бағалау критерийіміз біздің жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтайды, хабарландыру, құрастырып жазады. Ал енді келесі тақырыпқа көшейік балалар. Бізде келесі үй тапсырмасы балалар. Үйге қандай тапсырма бердім? Кім айтады? Эссе. Өте жақсы. Эссе жазу, иә? Яғни мен бұл эссе жазуға, эссе жазу әдісі бойынша алып отырмын. Қандай тақырыпта мен эссе жазу жаңағы? Қазіргі заман және балаларға жасалған. Тамаша. Кім оқиды? Сен Ақниет бастай қойшы қаны. Қазіргі заман және балаларға жасалған мүмкіндіктер деген тақырыпта мен эссе берген болатынмын. Ақниет бастай қой. Қазіргі балаларға бүкіл нәрсе жасалған. Бүгінгі кезде бәрі қолжетімді. Бүгінгі заманда гаджеттер мен технологиялар, компьютерлер адамның өмірінің бөлшегі болып саналады. Қазіргі заманда бәрі тиімді әрі тез. Бұрын сауда орталықтарына барып, көріп, аралап отыру керек еді. Ал қазір үйден шықпай-ақ бәрін ала аласың. Тамаша. Және кім оқиды? Екі оқушы оқысын балалар. Одан кейін келесі сабаққа көшеміз. Сания оқисың ба? Оқи ғой, Сания. Қазіргі заманның балаларына бүкіл жағдай жасалған. Қазіргі заманда неше түрлі гаджеттер, түрлі смартфондар қолданыста. Бұл техникаларды тиімді қолданса, нұр үстінен нұр болады. Дегенмен менің ойымша осы кезде кітап оқуды ұмытып бара жатқан сияқты. Қазіргі заманда адамдар балаларға бүкіл жағдай жасаған. Қазіргі заманда балалар не ішем, не кием деп ойламайды. Құдайға шүкір басымыздан сонау 1933 жылдары ашаршылықты да 1942 жылы ұлы отан соғысын да бастан кештік. Осы кездер балалар бір нанға ыза болатын еді. Ал қазіргі жастарда барлығы бар, бірақ тек қана оларға білім және ұмтылыс қажет. Тамаша. Енді біз ер азаматымыздан сұрайық. Қане, Димаш, дайынбыз ба? Неге? Үй тапсырмасына. Эссе жаздың ба? Дінмұхаммед? Димаш, оқи ғой қане ессіңді? Қазіргі заманның балдарына мүмкіндіктер өте көп. Көп жағдайлар қамтамасыз етілген. Оларға дамуға шектеу жоқ. Қай жағынан болмасын өздерін дамытуға болады. Әр мүмкіндікті тиімді пайдалану. Мүмкіндікті білім, спорт жағынан дамыту бұл өте жақсы пайдалы іс. Қазіргі таңда адам баласына өз-өзін дамытамын десе ешқандай шектеу жоқ. Мысалға, неше түрлі үйірмелерге қатысып, өз болашақтарының көзін ашады. Менің ойымша бізге барлық жағдай жасалған. Ал біз оны тиімді пайдалануымыз қажет. Тамаша, рахмет. Өте жаңағы жоғары деңгейде жазылған эссе деп есептеймін өзім. Оны сабақ соңында бағалай жатамын. Димаш, көп рахмет. Үй тапсырмасын орындаған оқушылардың барлығына міндетті түрде бағалаймын. Келесі өзіміздің жаңа сабағымызға көшеміз. Біздің
жаңа сабағымыз балалар. Бізде мына кітаптың ішіндегі 57-ші беттегі уақыт алтыннан қымбат. Осы уақыт алтыннан қымбат мәтінді әуелі бірінші тапсырмаға, осы біздің сабағымыздың өңін ашатын, біздің жаңағы монологке құрылған осы тапсырманы оқимыз. Кім оқиды, кім бастайды? Әлия, бастай қойшы қаны. Ары қарай мен тоқта дегенде тоқтайсың, ары қарай екінші оқушы жалғастырып кетеді. Жарай ма? Әлия, бастаймын. Құлағымыз. Оқымаған ол бастан жеңіл тиді. Сөздің реті келгенде айта кетейін. Мен бірінші сыныпқа барғанда біздің жеке өз үйіміз де жоқ еді. Әке шешем көшіп қонумен жүретін. Жазда тауға кетіп, күзге қарай етекке түсіп, қыстауға бірақ оралатын. Сондықтан да 4-ші сыныпқа дейін әкемнің інісінің үйінде жатып оқуыма тура келді. Әдетте мені мектепке баруға әтештің шақыруы қарай оятатын. Жақсы. Әдетте мен мектепке баруға әтештің шақыруына қарай оятатын. Ары қарай, Сания, сен жалғастыра қойшы, Сания. Сағат дегеніңіз атымен болмайтын. Ұйқылы көзбен қалың қарды омбылап, 6-7 шақырым жол жүріп, мектепке жететінмін. Жеткен кезде кейде сағат әлі 5 не 6 болып шығатын. Ондайда күзетшінің қайырыма түссе жақсы. Есік ашып, ішке кіргізеді, пеш жағады. Оның жанында маужырап, ұйықтап алуға да болады. Тамаша. Ары қарай мен жалғастырайын балалар. Себебі дәл осы мәтінді мен соңғы сөзді мен айтайын деген әдіс арқылы өтіп отырмын. Сол себепті де осы мәтінді ары қарай жалғастырып, жаңағы мәтіннен қорытынды шығарамыз. Тыңдаймыз. Үйге берілген тапсырманы орындайтын уақыт тек түн мезгілі ғана. Өйткені атқаратын шаруа шаш етектен малға шөп салу, қорадағы малдың астын тазалау, су әкелу, бақшаның арам шөбін отау жұмыстары тіпті таусылмайтын. Есесіне алтындай қымбат уақытты бағалай білуді үйрендім. Сабаққа дайындалуға да, өзім қатты құмартып алған кітапты оқуға да уақыт табатын болдым. Әрине, кітап оқуында ешқандай да белгілі бір жүйе жоқ еді. Мектеп кітапханасынан қолға түскендердің бәрін алып оқи береді. Керемет, осы мәтінді монологке құрылған балалар кім айтқан екен? Тамаша. Біздің тәуелсіздік алғаннан бергі біздің тұңғыш президентіміз Қазақстан Республикасының Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Осы біздің білеміз балалар, Нұрсұлтан, қазір осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атында көптеген не бар? Мектеп, және университеттер, Астана қаласында Нұрсұлтан Назарбаев университеті бар. Біздің осы Шымкент қаласында бір емес, 2 мектеп бар, кәдімгі білім ортасы. Керемет, сол қазір соның барлығы білім ортасы болып қаланып жатыр. Ал бірақ кезінде өзі осындай білім үшін, сабаққа барып келу үшін сондай қиындықты басынан өткеріп, жаңағы білім алған екен. Тамаша. Жалпы уақытты тиімді пайдалану, уақыт алтыннан қымбат деген тіркесті қалай түсінеміз? Айта қойшы, Ақниет, өзіңнің ойың. Уақытты қайта. Айта бер. Уақытты қайта керек. Жақсы. Аружан. Саламатсың ба? Айта қой, уақыт алтыннан қымбат деген сөйлемді қалай түсінесің? Айта қойшы. Уақытты үнемдеу керек. Тамаша. Уақытты қайтып келтіруге болмайды. Жақсы. Назым, сен не айтасың осы уақыт туралы? Уақытты тиімді пайдалану керек. Осы уақытымызда біз тиімді нәрсемен, өзімізге пайдалы нәрсемен келтіруіміз керек. Керемет. Балалар, келесі сабаққа көшеміз біз. Біз жаңағы сұрақтарына Вен диаграммасының ішіндегі 3 таған әдісі бойынша Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың балалық шағы, яғни елбасымыздың балалық шағы мен қазір мынау сіздердің балалық шақтарыңыздың ұқсастықтары мен айырмашылығын және сол екеуіне ортақ мәліметті табамыз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, яғни елбасымыздың балалық шағы және қазіргі заман балаларының балалық шағында қандай айырмашылықтар бар екен? Кімдер айтады? Ол кезде уақыт қиын және қазір жеңіл шаруа. Ол кездерде гаджет жоқ. Бізде қазір гаджеттер Айару, сен айта қой. Айару, құлағым сізде. Елбасының балалық шағы өте қиын болған. Ол кезде жұмыстар ауыр,
Ауыр, және жеңіл, иә? гаджеттер. Иә. Жақсы. Ал қазір Аружан, құлағым сізде. Аружан, мысалы, ол кезде неше түрі бар, тамаша. Ал енді ортақ мәліметті кім айтады? Мектепке бару, кітапханадан кітаптар алу. Керемет. Яғни ол кезде бізде мектепке барамыз, қазір бізде мектепке барамыз, біздің елбасымыз да мектепке барған. Біз қазір әдеби кітаптарды алып оқимыз кітапханадан, біздің елбасымыз да кітап алып оқыған, өте көп оқығанның арқасында осындай қызметке көтерілген, иә? Жақсы. Балалар сабаққа өте жақсы атсалысып отырсыңдар. Келесі балалар, біз уақыттың қадірі деген видеоролик тыңдаймыз. Жақсылап тыңдап меңгеріп алғаннан кейін ары қарай не түсіндік, қалай түсіндік, сол туралы жұмыс жасаймыз. Қане балалар? Еркетай KZ сайты ұсынады. Біз осы уақыт дегенді қалай түсінеміз? Уақыт деген не өзі? Осы видеода осы тақырыпты қозғайтын боламыз. Елестетіңізші, күнде банкіден сізге 86.400 теңге береді. Бірақ ол ақшаны сол күні ғана жаратуыңыз керек. Ертеңге қалдыруға болмайды. Осындай жағдайда не істейсіз? Әрине барлығын сол күні пайдалы да керекті затқа жаратуға тырысасыз. Дәл осындай банк барлығымызда бар. Ол банкінің аты уақыт. Күнделікті өмір сізге 86.400 секунд береді. Сіз істеріңізді бітіріп үлгерсеңіз де, үлгермесеңіз де ол кешкісін сол күннің нәтижесін шығарады. Егер жылдың қандай болатынын білгіңіз келсе, оны бір жыл бұрын оқуға түсе алмай, қайтадан бір жыл өткен соң ғана студент атанған адамнан сұраңыз. Егер айдың қандай болатынын білгіңіз келсе, бала күтіп жүрген жүкті әйелден сұраңыз. Ал егер аптаның қандай болатынын білгіңіз келсе, оны апталық газеттің редакторынан сұраңыз. Егер сағаттың қандай болатынын білгіңіз келсе, бір-бірімен кездесуді күтіп жүрген қос ғашықтан сұраңыз. Егер минуттың қандай болатынын білгіңіз келсе, поездына кешігіп қалған адамнан сұраңыз. Секундтың қандай болатынын білгіңіз келсе, жолы болып, жол апатынан аман қалған адамнан сұраңыз. Егер миллисекундтың қандай болатынын білгіңіз келсе, Олимпиада ойындарында алтынның орнына күміс алып қалған спортшы желаяқтан сұраңыз. Күнделікті сізге 86.400 секунд беріледі, және сол күні кешке ол жоқ болып кетеді. Бұл уақыт текке өтіп кете ме, жоқ пайдалы бола ма, ол тек өзіңізге ғана байланысты. Кеше ол тарих, ал ертең ол белгісіздік. Бүгінгі ол нақ қазіргі кез. Күнделікті сізге берілетін 86.400 теңгеңізді болмайтын нәрсеге жаратпаңыз. Уақыттың қадірін білейік. Тамаша балалар, видеоролик менің көңілімнен шықты, ұнады. Мен кәдімгідей үлкен мотивация алдым осы видеороликті көріп. Ал сіздерге қалай болды балалар? Маған да өте ұнады. Маған да ұнады. Жақсы. Бір ауыз сөзбен түйіндейікші. Кім айтады? Назым. Өзіңнің ойыңды Уақытты қадірлеу керек. Уақытты қадірлеу керек. Тамаша балалар. Енді келесі тапсырмаға көшеміз балалар. Бізде 57-ші беттегі 3-ші тапсырманы ашып қояқшы қаны. 57-ші беттегі 3-ші тапсырма. Балалар, бұл 57-ші беттегі 3-ші тапсырманы мен түртіп алу әдісі бойынша алдым. Себебі біз соның ішіндегі, міне, елуден бір болып өтейін, қанатты сөздерді түсініп оқып, күрделі сөздерді анықтап, қалай жасалғанын көрсетеміз. Балалар, бірінші сөйлемді мен оқимын, сіздер не қыласыздар? Ішіндегі күрделі сөздердің тобын табамыз. Бәріміз кітапқа назар аударып отырамыз. Оқу өнер жастық шақтың қару-жарағы.
Димаш айта ғой, осының ішінде күрделі сөз таба қойшы қане. Түртіп отыр. Оқу өнер, қару жарағы. Тамаша. Күрделі сөздің ішінде қандай күрделі сөз? Қос сөз. Керемет. Келесі екінші сөйлем. Адамдарға ақыл парасат өз өмірін жақсарту үшін берілген. Аружан. Сізге тапсырма. Ішінде күрделі сөз таба қойыңызшы қане. Бәрі уақыт. Ақыл парасат. Ақыл парасат қандай сөздің тобына жатады? Қос сөз. Күрделі сөзіндегі қос сөз, е? Өте жақсы балалар. Адамның табиғаты қызық, байлығынан айырылғанда қатты налиды, ал асыл уақытының мән мағынасы өтіп жатқан елең қылмайды депті. Осында Мән мағынасы. тамаша, керемет. Мән мағынасыз. Жақсы. Беймезгілістің берекесі болмайды. Беймезгіл. Күрделі сөздің ішіндегі Біріккен сөз. балалар жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға көшеміз. Балалар, келесі тапсырма бізде күрделірек тапсырма. Төртінші тапсырма балалар бізде. Төртінші тапсырмада деңгейлік тапсырмаларды орындау. Деңгейлік тапсырманы білеміз, 3 түрлі деңгейде орындалады. 3 түрлі деңгейде орындалғандықтан мен 3 түрлі күнделік деген әдісті алдым. Онда 3 түрлі күнделік әдіс арқылы, яғни біз бүгінгі тапсырмамызды ашамыз. Бірінші деңгейде оқу мәтінінен туын сөздер теріп жазу. Оқу мәтіні не бізде балалар? Біз үнемі жұмыс жасаймыз ғой. Қай тапсырма? Бірінші тапсырма. Тамаша. Мұндағы мен оқимын, сіздер табамыз, туынды сөздер табамыз балалар тек қана. Жарай ма? Әке шешем көшіп болумен жүретін, жазда тауға кетіп, күзге қарай етекке түсіп, қыстауға бірақ оралатын. Табайықшы қане сөз ішінде. Тамаша. Қыстауға. Керемет. Балалар. Ұйқылы көзбен қалың қарды омбылап 6-7 шақырым жол жүріп мектепке жететін. Ішіндегі туын сөз бар ма? Ұйқылы. Түбірі қандай? Ұйқылы. Ұйқы зат есім. Жалғану арқылы неге айналып кетті? Себебі қандай көзбен деп тұр балалар, жақсы. Есесіне алтындай қымбат уақытты бағалай білуді үйрендім. Осындағы Алтындай. Түбірі қандай? Алтындай деген ол жұрнақ. Демек, керемет балалар. Бірінші деңгейден өттік балалар. Келесі екінші деңгейде балалар сендерге осы біздің тақырыбымыздың өзі уақыт алтыннан қымбат. Осыны диалог мақсатында жалпы кезекпе-кезек айтамыз. Сания, бір ауыз сөз айтшы қане. Уақыттың бос өткені, өмірдің бос кеткені. Тамаша. Әлия, уақыт туралы өзіңнің бір керемет. Ақниет. Уақыт адам өмірінің баға жетпес құндылығы деп білемін. Өте керемет, әдемі. 50 жылда ел жаңа. Аружан, уақыт туралы өзіңнің бір ауыз ойыңды айтшы қане. Уақытты қайта оралта алмайсың. Керемет, уақытты қайта оралта алмайсың. Айару, сен не айтасың? Адамды заманы билейді. Керемет. Димаш айта ғой. Уақыт ол қайта келмейді, оны тиімді пайдалану қажет. Тамаша. Назым, сен түйіндеші қане өзің жаңаға қорытындылашы. Уақыт өмірімізден бөлек емес. Уақыт пен өмір арасындағы байланыс, күн мен оның сәулесі, ағаш пен жеміс, көз бен көру арасындағы байланыс секілді өте тығыз. Өте керемет балалар. Сіздерге көп рахмет. Уақыт туралы сіздердің жаңа айтқан жалпы сөздеріңіз маған ұнады балалар. Келесі бізде сабақты қорытындылау мақсатында қазір мен я жоқ деген әдісті алып жалпы уақыт туралы сіздерге тез арада жаңағы сөйлемді оқимын. Сіздер я немесе жоқ деп жауап бересіздер. Бесеуі я, бесеуі жоқ. Негізінде дұрысы осы.
және санап отырасыздар, соңында мен сұраймын. Мысалы, Әлия, сен қанша иә, қанша жоқ дедің. Мысалы, Аружан, сен қанша иә, қанша жоқ дедің деген сияқты, иә? Жақсы, тыңдаймыз. Уақыт біздің өміріміздің ең маңызды баға жетпес байлықтарының бірі. Немесе қалпына келтіруге болады. Жоқ. Жоғалтып алсақ, оны күндердің бір күнінде қайдадан табуға болады. Тұрады, өз ағымымен жүрмейді. Жоқ. Көп жағдайда адамдар өткен өмірлерінің қалай өтіп кеткенін енді ғана аңғарып жатады. Сондықтан әркім өз уақытын барынша тиімді әрі пайдалы істерге жұмсауы қажет. Қабырғадан қарап тұрады, уақытын санап тұрады. Бұл сағат па? Аптаның 5-ші күні бейсенбі ме? Жоқ. Барған сайын қысқаратын нәрсеміз өмір ме? Сабағымызды қорытындыладық. Келесі бағалау. Бағалаудың алдында бізде кері байланыс балалар. Біздің бүгінгі сабақта нені түсінбедің, одан кейін нені аздап түсіндің, нені нақты түсіндің, нені болашақ өміріңде қолдана аласың. Осы жетістік баспалдағына бір ауыз сөзден қаны ойымызды жинақтап дәптерге жазамыздағыны сөйтіп маған айтамыз. Ойымызды жинақтап бүгінгі сабаққа кері байланыс жасаймыз. Яғни нені түсінбедің, нені аздап қана түсіндің, нені толық түсіндің және қолдана аласың нені бүгінгі. Сатыға ең жоғарғы жетістік баспалдағына жететін болсақ, яғни біз сабақты меңгеріп, сабаққа өте жақсы белсенді түрде атсалысып қатысып отырғанын деп есептеймін, балалар. Болды па, балалар? Қане, қолыңызды көтереміз, кім? Кім айтады, қане? Кім, Алия, сен ба? Жақсы, айта ғой. Уақыт мен үшін алтын, сол алтынды дұрыс жарата алмау жиі кездеседі. Бұл сабақта мен түсінікті емес, жерді жоқ. Уақытты қадірлеу осы сабақты бізге айтқысы келген. Тамаша, уақытты қадірлеуді түсіндің, е? Назым, айта ғой өзіңнің ойыңды. Кері байланыс жасайсың. Болып санайды. Өз уақытыңды бос айналыспен айналыспа. Өз уақытыңды пайдалы іспен айналысып, өзіңнің болашағыңды ойла. Жақсы, Балалар, жалпы қолдана аласыңдар ма болашақта? Жетістік баспалдағының ең биік шыңына жетіп пе? Димаш, сен өзіңнің ойыңды түйінде қойшы қане? Өзіңнің ойыңды айта қойшы қане? Маған тақырып ұнады. Уақытты біз пайдалы қадірлеп өткізуіміз қажет. Уақытты алтыннан да қымбат. Уақыттың алтыннан да қымбат екенін сен болашақ өміріңде қолдана аласың ғой демек? Тамаша. Сания, сен қорытындыла, одан кейін бағалаймын. Мен бүгінгі сабақта уақытты тиімді пайдалануды, қадірлеуді және уақыт алтыннан қымбат екенін түсіндім. Тамаша, балалар, өте керемет. Енді келесі, бізде 58-ші беттегі 5-ші тапсырма, 5 тармақ тәсілі арқылы уақыт сөзіне 5 жолды өлең жазамыз. Түсінікті ғой, балалар, жазып алдық па? Қане, үй тапсырмасын жазып аламыз. Үй тапсырмасын жазып алдық па, балалар? Жақсы, үй тапсырмасын жазып алдық. Енді бағалаймын мен. Сания 10 балл. Алия 10 балл. Ақниет 10 балл. Назым 10 балл. Аяру 10 балл.
Аружан 10 балл. Димаш 10 балл. Балалар, сіздерге көп рахмет. Бүгінгі сабақ мақсатына жетті деп ойлаймын. Сабақты өте жақсы, жоғары дәрежеде өтіп алды. Бүгінгі сабақ сендер үшін қызықты болды ма, балалар? Иә, қызықты. Жақсы. Сіздерге көп рахмет, сау болыңдар.